Каналыма қош келдіңіздер. Сары майдың пайдасы. Сары май кез келген адамның күнделікті рациондағы ажырамас бөлігі. Сары майдағы холестериннен қорқып, оны өсімдік майларымен алмастырған жандар неден қорқалады? Сары майдың пайдасы қандай? Қазіргі таңда сары май төңірегінде пікірталас көп-ақ. Біреулер оны денсаулыққа қауіпті тағам десе, енді бірі сары майды тамақ рационынан мүлдем алып тастау одан да қауіпті екендігін алға тартады. Сары май минералды заттарға бай тағам. Оның құрамында калий, фосфор, кальций, натрий, селен, магний, темір, мырыш, мыс және марганец бар. Оған қоса кейбір түрлерінің құрамында А, Е және де К дәрумендермен қатар ПП, В1, В2, В5 және Д дәрумендерді кездестіруге болады. Дей тұра, сары майдың құрамында май үлесі адам ағзасына қажетті шамадан 2,5 есе көп екендігін ескеру керек. Осы жағдайда холестеринге де қатысты. Зияны: сары май дене салмағы артық адамға әлбетте зиянын тигізетін тағам. Сүт өнімдеріне, оның ішінде сиыр сүтіне аллергиясы бар жандарға сары майды тұтынбаған абзал. Сары майдан аулақ болудың тағы бір себебі оның құрамында холестерин мөлшерінің тым жоғары болуы. Әйел ағзасына холестерин жетіспеген кезде бұл оны бедеулікке алып келеді екен. Оған қоса майды аз тұтыну менопауза уақытын жақындата түседі. Өзінің тамақ рационына қажетті мөлшерде сары май қосқан адамның асқазандағы кішкентай жарылар жазыла бастайды екен. Сондықтан асқазаны ауыратын адамдарға сары майдан бас тартпаған жөн. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепіл бола алады. Сары май адамның иммунитетін күшейтіп, белсенділігін арттыра түседі. Ағзаға қажетті мөлшері: сары майдың зияны мен пайдасы бір таразы басына қойсақ, пайдасы басымырақ екендігіне көз жеткізуге болады. Сары майдан мүлдем бас тарту денсаулыққа айтарлықтай зиян тигізеді. Бірақ егер сіз күнделікті тамақ рационында 30 грамм сары май қосатын болсаңыз, бұл сіздің сымбаттылығыңызға еш қауіп төндірмейді, ағзаңыздың сау болуына көмектеседі. Сары май сүт майының концентраты болып табылады, ал май бірінші кезекте жылудың қайнар көзі. Майдың бұл қасиеті әсіресе суық кезеңде пайдалы. Әрине, сары май калориялығы өте жоғары, 100 граммда 730 калория. Оған қоса майлары ағзаға оңайлықпен сіңеді. Бірақ сары майдың бұл қасиеттерін де өзіміздің пайдамызға асыруға болады. Таңғы ас құрамында дәстүрлі нан мен май бутерброды өте орынды. Бұл тіпті арықтап жүретін қыздарға да артық болмайды. Күніне 30 граммнан артық емес май сіздің салмағыңызға еш әсер етпейді. Бәрімізде шоколад құрамында бақыт гормоны серотонин бар екенін білеміз. Алайда бұл гормон май құрамында да бар екендігінде біле бермейміз. Серотонин тек көңіл күйді көтеріп қана қоймай, ұйқыны реттеп, ауру сезімін, аштықты да басады. Ми жұмысына да әсер етеді. Сүттің майлары адам ағзасындағы жасушалар алмасу үшін өте маңызды. Бұндай қосылыстар әсіресе мида көп. Сары майдан толықтай бас тарту ми жұмысындағы қиындықтар әкеле алады. Бұл ақыл ой өріске зиян тигізуі мүмкін. Холестерин ұғым бұрыннан бері денсаулыққа зияны бар деп санаймыз. Бірақ қажетті мөлшерде холестерин ағзаға өте қажет. Ағзаның холестериндегі қажеттілігін басу үшін майды күніне 30 грамм шамасында қабылдау керек.